Сабағымыз басты екен. Бүгінгі стрим бізде сессия тақырыбы. Сессиялар тақырыбы, яғни қалай қолданамыз, қандай сетаптар бар деген сияқты. Жалпы сессия дегеніміз не ол? Бізде мысалында мына жаңағы Форекс нарығында әр елдің мысалында өзінің уақыттары бар да саудалайтын. Яғни мысалында мынада индикатор бар. Сессиялардың уақытын көрсетеді осы графикте. Мысалында таңғы 4-5-тің кезінде Азия ашылады, яғни азиаттар сауда жасайды, яғни бұл жерде Япония бар, жаңағы бүкіл Азия, Қытай бар, Жаңа Зеландия, осының барлығына кіріп кетеді. Оған дейін мына жерде Тихий океанка дейді ғой. Соның ішінде Жаңа Зеландия, солар кіріп кетеді, сосын Азия ашылады, Япония, Корея, Қытай. Одан кейін барып мына жерде Франкфурт бар. Еуропалардың ең бірінші ашылатын сағат 11-ден 12-ге дейін. Сосын барып Лондон ашылады. Жаңағы былайша айтқанда, егер картаны қарайтын болсаңыздар, осы елдер қатар-қатарынан тұр. Мысалы, мына жерде азиаттар тұр, сосын барып Еуропа тұр, сосын барып Америка тұр. Сосын барып Тынық мұхиты, сосын қайтадан кругпен айнала береді осы. Мына жерде график тура осылай, яғни график солдан оңға қарай жылжығандықтан азиаттар Тихий океанка бастайды, сосын барып азиаттар, сосын барып еуропейстер, яғни Франкфурт пен Лондон қосылады, сосын барып Америка құрама штаттары, яғни Нью-Йорк. Бұлар, яғни осы кезде әр елдің мысалында жаңағы банктер іске қосылады екен. Осы сессия уақыттарында. Бұл уақыттар енді біле уақыттарына келетін болсақ, яғни 5-тен бастап, 4-5-тен бастап, яғни азиаттар, ол бізде 2-ге дейін болу керек, шатаспасам. Сосын Франкфурт, яғни еуропейстер 11-ден бастап 12-ге дейін, 12-ден кешкі 8-ге дейін, яғни еуропейстер Лондон дейді енді оны. Сосын барып мына жерде 17:00 5-тің кезінде Нью-Йорк ашылады, яғни Америка. Ол түнгі жаңағы 1-ге дейін болады. Сосын сөйтіп әр күн күніміз осылай өтеді. Яғни бұл не үшін керек бізге? Біз өткенде ликвидность тақырыбын өткізген алтын бір сабақтарда. Сол, яғни осы сессиялар, яғни әр сессия, былай жазып қояйын, әр сессия мынадай қағида шығады одан. Яғни әр сессия өткен сессияны ликвидность шешуге тырысады. Яғни ол қалай? Яғни азиаттар не істейді? Мына жердегі былайша айтқанда Тихий океанның былайша айтқанда ликвидность шешеді. Азиаттардың ликвидностін мына Франкфурт немесе Лондон шешеді. Одан кейін Лондонның ликвидностін не істейтін Америкалар шешеді. Яғни әр сессия өткен сессияны ликвидность шешуге тырысады, былайша айтқанда. Немесе жаңағыдай әр сессия өткен сессияның идеясында жалғастыратын кездер болады. Яғни кейбір кезде мысалы Азия шорт кетті ма, оны Франк қабылдайды, яғни шортовый идеяны ары қарай мысалда жалғастырады. Сосын барып Нью-Йорк, Лондонның ликвидностьмен, ішкі ликвидностьмен жұмыс жасайды, ары қарай не істейді, бағаны жалғастырады. Яғни осы қағида барлығы негізінде. Әр сессия өткен сессия ликвидность шешуге тырысады. Яғни бұдан мынадай бір сетаптар деген нәрсе туындайды. Яғни белгілі бір қайталанатын әрекеттер. Яғни ол қандай әрекеттер? Ең бірінші мынадай бар. Яғни Азия баковикте жүреді. Еуропейстерге оның салында тренд лонговый болса, астыңғы жағындағы азиатский лоймен жұмыс жасайды. Азиатский лойын шешкеннен кейін не істейді, ары қарай расширение жалғастырады. Яғни AMD модель білетін болсаңыздар.
осы сессиялармен байлауға болады өйстіп. Яғни Лондон расширение жасайды. Сосын барып Нью-Йорктың екі түрі бар. Яғни Нью-Йорк кейбір кезде Лондон тастап кеткен имбалансты жасап ары қарай жалғастырады. Немесе кейбір кезде яғни былай да болуы мүмкін да. Ликвидность шешеді, расширение болады. Нью-Йорк просто мына жерден белгілі бір мүмкін күндік имбалансқа келсек, просто жаңа коррекционный движение жасайды, реверсный. Осындай жағдайларда болады. Яғни бұл бізде мысалы мынау Азия болсын, көптің бері қойып. Мынау бізде Франкфурт, бұл Лондон. Лондон деп қойып. Сосын мынау бізде Нью-Йорк болады. Яғни осындай движениелер болады. Осыны біз мысалында белгілі бір нәрсе рынокта қайталанады, осыны жаңағыдай қайталанатын нәрселер сетап деп алсақ болады. Яғни мынау Азия, сосын Франкфурт не істейді. Франкфурт немесе Лондон разница жоқ бұл жерде. Манипуляция жасайды. Сосын барып Лондон основной движениені береді. Мысалында мынаның барлығын кейбір кезде енді Лондон өзін мына жерге дейін мысалында толтыруы мүмкін, ары қарай мысалында Нью-Йорк жалғастыруы мүмкін деген сияқты. Әртүрлі енді. Мындай белгілі бір шаблонға келтірудің қажеті жоқ. Просто оның жаңағыдай реакцияларына сондай қарау керек, ары қарай. Жалпы міне осылай жүреді көбінесе. Сосын тағы бір жағдай болады, кейбір кезде Азия жаңағыдай бір бағыт береді, трендовый бағыт береді. Сосын не істейді жаңағы европейстер келіп сол жаңағы пой зонасын толтырады, имбаланстарын немесе ликвидностьтарын. Сосын Нью-Йорк ары қарай не істейді, жалғастырады. Яғни мысалы Азияда болатын болсақ, Азия, одан кейін мынау жаңағы Лондон, Франкфурт барлығы. Ары қарай сонда Нью-Йорк жалғастыратын кездер болады. Осындай да кездер болады, яғни. Көбінесе, яғни мынау Азия тастап кеткен имбаланстармен не істейді екен, жұмыс жасайды. Осындай. Мына жерде тоже там имбаланс, көбінесе имбаланс болды. Мына жақта керісінше, яғни белгілі бір глобальный бір ликвидность шешілу керек, мына жерде BSL деп қойын. Яғни белгілі BSL-ге келгендіктен, немесе күндік имбаланс болуы мүмкін мына жерде. Бұл Нью-Йорк реверсал, яғни. Мына жерде Нью-Йорк continuation. Осы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сабақ сақталу керек, запись жазып отырмық. Сабақ сақталады. Так. Сұрақтар болса, микрофон қосып сұрасаңыздар болады, именно сессияға байланысты. Жалпы основной моменттер осы. Сосын жаңағыдай Азия хайлоу деген сетап бар. Яғни Азияның жұмысы, яғни Азия баковикте жүреді. Лоймен жұмыс жасаса, сіздер лонговый позиция саласыздар.
азиатский қайға дейін мысалы. Немесе кері бағытта, яғни мынадай да болады. Азия, мына жерде Лондон не істейді, манипуляция жасап, бағаны ары қарай шортқа жібереді. Яғни азиатский мына жерде қай шешілсе, азиатский қай шешілсе, сіздер не істейсіздер? Келесі таргеттеріңіз Азия лой болады. Яғни шорт ұстайсыздар былайша. Енді бұл трендке қаралатын нәрсе. Осылай. Мына жерде сіздер ордер блоктан немесе имбаланстан кіре бересіздер. Тестінен немесе кіші таймфреймнен конфирмдер алып, М3, М5 осындай позициялар алуға болады. Так, сосын қай жерде? Мына жерден мына жерде позиция аласыздар. Мына жерден де алуға болады, Нью-Йорк басталарда. Мына бір жерден алуға болады, яғни коррекциясын күтіп, сосын барып. Осындай кездер болады. Сұрақтарыңыз болса. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сіз өзіңіз Азияда не сауда жасайсыз ба? Кейбір кезде тұрсам сауда жасаймын. Алтын деген таңертең жақсы жүреді екен негізі таңда. Алтынды торговать ету оңай негізі азияттарда. Просто манипуляция күтесіз. М15-та немесе H1-да деген сияқты. Мысалында бүгін қараңыз. Бүгін жақсы жүріп кетті негізі. Бүгін міне қараңыз, манипуляция жасады күніз. Яғни енді бұл жерде түнгіш азиатский сессияны ашылған күту керек обязательно. Яғни 4-5 алтын кезінде кетеді. 5 алтын кезінде манипуляция. Таңғы 3-те ма 4-те үшін бастайды едім шамасы. Жоқ, 3-тің кезінде кірудің қажеті жоқ. Кейбір кезде азияттар ашылады ғой, міне 5-тің кезінде ашылады олар. 5-тің кезінде ашылып, мына жақтан бір манипуляция береді, жақсы. Сосын барып қана кірген дұрыс болады. Енді мен жер кішкене бүгін рисковый сделкада. Мына жерде Тихоокеанкада ликвидность шешіп тұрған азияттар емес. Салында мына күнді қараңыз. Міне азияттар келіп ликвидность шешті көрдіңіз ба? Бір сағатқа өтсек, міне қараңыз. Өзі ликвидностьпен жұмыс жасады именно азияттар. 5-6-да. Осы жерде сіз лонг алуға болады. Белгілі бір имбаланстарды толтыруға, яғни. Так, сосын қай жерде бар? Міне бар. Таңғы 5-те көбінесе манипуляция жасайды. Сіз мысалында өткен күні максимумы мына жақтарға дейін лонг ұстауға болады, немесе мына жерде кіші таймфреймді, скорее всего, 15-кадан ба бірден міне көрінсе имбаланс тест жасады. Плюс еще не істеді, ликвидностьпен жұмыс жасады. Тоже қарастыруға болады. Мына жақтарды толтыруға яғни. Қарсы уақытқа кетуі ма? Иә. Яғни тағы жұмыс жасады. Таңғы 5-6 кезінде көбінесе осындай ликвидность шешеді. Ликвидность шешкен күту керек деймін. Міне көріңіз, 6-15-те ликвидность шешті. Дальше істейсіз. Тағы не бар? Мына жерде то же самое. Ликвидность шешті. Дальше марқарлан қалады дейсіз. Мына жақтарға дейін біраз ұстап алуға болады. Компрессияны шешу. Яғни бірге үш өте жақсы деп. Так, бұл жерде байқасаңыз көріңіз, без манипуляция жасаған. Бұл жер үшін алмай қойған дұрыс. Мұндай Азия бар. Мынау жаңағы боковиктағы Азия көріңіз ба? Боковиктағы Азия не істеді? Лондон келіп азиатский ликвидность шешті, қайт шешті.
азиатский хай плюс мына жақта өткен күннің максимумы. Екеуі қосылғанда мына жерде. Өткен күннің максимумы, мынау азиатский хай. Барлығы бір жерде жатыр да, equal хай беріп тұр да. Соны барып шешті, сосын барып қана жақсы движение кетті. Так, мына жерде тоже ликвидностьпен жұмыс. Мына жерден алуға болады, мынаны толтыруға. Мына баланстарды. Так. Мына ликвидность шешті. Азия өзінің ликвидін шешіп тұр ғой. Иә. Өте оңай негізінде. Просто жаңағы 5-6 кезінде тұрсаңыз болған. Просто манипуляция күтесіз алтын кезінде. Яғни сіздің мақсат мына уақытта кіріп кетпеу ғой, главный. Ерте кіріп кетпеу. Манипуляция күттіңіз, сосын барып қана закаждыңыз. Осылай. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, микрофон қосып. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мынау қолданып отқан индикаторыңызды қалай қосуға болады? Трейдинг вьюда. Ссылкасын жібереме осы сабақтан кейін. Негізі жібергем, сессионный индикатор деп іздеп көрсеңіз шығу керек. Поискқа. Осы сабақтан кейін де жібере салам. Мынау уақытын біздің уақытқа жөндеп алса бола ма, трейдинг вьюдің уақытын? Сессиялар. Бастысы мынада UTS 5 тұрса болды ма жерде? Плюс 5, біздің Қазақстан уақыты. Міне, Астана тұрса. Мына өзі индикатор өзі автоматы былайша айтқанда уақытын өзі жасап береді. Ештеңе настройка жасаудың қажеті жоқ. Просто мына жерде артық шумдары бар, мынау. Мына жерде ликвидность, change, солардың бәрін галочкаларын өшіп тастайсыз, мынау артық нелерді. PDL, PDH, POL, нелерді көрсетті. Нью-Йорк Midnight деген сияқты. Бұлар қажет емес. Мынадай нелері бар, мынау жасыл қызылмен тұрған. Оларды бәрін алып тастаңыз болады. Артық заттар. Мына жерде әр сессияны түсін өзгертуге болады. Өзіңізге ыңғайлап жасауға болады барлығын. Мына жерден фон деп тұр ғой. Мысалында сұрт таңдауға болады, мысалы Азияға. Көрдіңіз бе, Азия сұрт түсті оқылды. Түрлі түсін ұнамайды. Сосын мысалы Азия бір белгілі максимум жасады. Келесі Азиядан кейінгі сессия ашылды, сол максимумды шешуге тырысады екен ғой, Өткен сессия, әрбір жаңадан ашылған сессия, өткен сессияны ликвидность шешуге тырысады. Яғни сол моментте именно ликвидностьпен жұмысты күтесіздер да. Сосын барып ашылу керек та сделка. Оған дейін емес, яғни мысалы мына бір моменттер, самый опасный моменттер, міне мынау. Яғни 10.45, 10-ның кезінде сделка ашудың қажеті жоқ, өйткені алда европейстер ашылады, міне 11-дің кезінде Франкфурт. Сосын барып манипуляция жасалуы мүмкін да бір сағаттың ішінде. Сосын барып қана сделка ашылған дұрыс та. Яғни мынау. Жаңа қосылып еді, мына запись болады ғой, Записи болу керек. Мына индикатордың несін, настройкаларын қарап алайын дегенім ба? Записьте бар. Рахмет. Записьте бар. Так, сұрақтарыңыз бар ма тағы да тақырып бойынша? Сосын тағы айтатын кез, жаңағы OTT деген уақыт бар, яғни Optimal Time Trade деген нәрсе. Яғни оптимальный уақыт қой, торговать етеді. Ол қай кез. Яғни алтын Азиатта да жақсы жүреді. Бұл Лондонда қатты онша емес, тоже нормально жүріп қойды. Ешқандай барлық сессияда нормально жүреді негізінде. Көбіне енді жүретін мына жерде мынау. Яғни сессиялар қабаттасқан уақыты. Мына азиаттар мен европейстер қабаттасады ғой. Осы аралық. Сосын Лондон мен Нью-Йорк
қабаттасқандар осы уақыттарда ешқандай активный болады. Сол уақыттарда сделка ашсаңыз болады тоже. Не көресіз ба? Основные движениялар осы кезде жүреді. Яғни мынау 7-тен бастап, допустим, пока мынау европейстер ашылмайынша сделка ашпаған дұрыс. Сол уақыттар. Сіз өзіңіз қай уақытта торговать етесіз сонда? Мен көбінесе жаңағыдай таңертең 11-ден бастап кешке дейін. Кешкі 6-ға дейін где-то сол уақыттар алғанда. Нью-Йорк не торгуете, да? Жоқ, торговать етем. Мына уақыт. Мына уақыт. Азияда енді тұрсам торговля жасаймын. Ол сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Отложкамен торговля жасаса бола ма? Максимумдарға отложка қойып. Егер де сіздің торговый стратегияңыз жалған болса, солай отложкамен торговать етуге болады. Ол неге болмасқа. Бастысы сіз оны отложка мысалында тексеріп көріңіз, сосын беттес жасау керек қой. Просто бола ма деген не жоқ қой, өзіңіз статистиканы шығарып көріңіз. Мысалында бір айдың торговлясын жасап көріңіз алтынға. Сосын симуляторды қосып, сосын неше сделка мысалында, сол отложкамен аштыңыз. Нешеуі плюс, нешеуі минус болды. Яғни винрейт қанша? Рахмет. Винрейт каждый сделкаға 1-ден 1-ге 3-тен төмен болмау керек қой, сол дұрыс қой. Ол енді анау несі ғой, рискпен қатынасы ғой. Пайдан. Енді минимальный 2 керер болса жақсы ғой. Минимальный. 2 керер тоже нормально. Нормально. Так, сұрақтар жоқ сияқты. Мына стратегияны қандай? Қалай? Подтверждение алу үшін ше? Мына стратегияны тағы бір стратегия. Жоқ, енді ол сіз қандай смарт манейді қолдансаңыз, сол енді смарт манейден сделка ашу қандай түрлері бар, яғни ордер блоктан бар, имбаланстан бар, содан сделка ашасыз болды. Яғни мынан барлығы, яғни ликвидный шешу, оның барлығы жаңағыдай смарт мани. Мынау именно уақыттар, ол көбінесе ICT. ICT-ның білімдері да. Смарт манейді ондай қатты не жоқ, сессияға қатты. Басқа сұрағым жоқ, рахмет. Саламатсыз ба? Сіз өзіңіз осы ICT-мен не істейсіз ба? Или смарт мани ма? Қайсысымен саудаласыз? Екеуі де. Ол қалай? Сессия мысалы жаңа айттым. Сессия ICT-дікі. Жаңағыдай сделка ашу структура. Ол жаңа смарт манидікі. Бәрін қосып, комплексный торговля. Жақсы, онда эфирімізді аяқтайық. Сұрақтарыңыз болмаса записьті қазір жіберемін біраздан кейін. Запись қазір жібересіз ба? Жоқ, қазір монтаждан шыққаннан кейін сразу бірден салып жүремін. Все, көп рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.